білім деген сияқты қылып. Мына жерде өздік, сосын топта бәрі ана не фиша буманың бір парағын орталарына тастайды, тез жазады. Сосын бірінші болып әрқылы спикерлер шығып не қорғайды. Міне дыбыс арқылы әр топты шапалақтайды, дейді, ұрады әйтеуір. Сосын мына жерде бекіту жұмысында 3 минут кетті, сабақ. Балдар бүгін сабақтан күнделікті өзіміздің жұмысымыздан бекітуінде. Оқушылар орындарына тұрып жауап бере береді ғой. Шеке смайликпен бағалау. Кім көп белсенді болды? Қане алдарында коробкада смайликке тұрады. Постоянно бір кабинетке қойдық біз бұны топта. Жиынтық бағалауды қайсына жатқызасыз? Формативтіға ма, суммативтіға ма? Бұл енді жиынтық бағалау деген форматив бола ма? Жалпы сіз алып тұрсыз форматив. Жалпы кім белсенді болды сабақта, соларды мақтап баға қоямыз өзін. Рахмет. Келесі Қалжанова Ақгүл Қуанышқызы 268-ші орта мектеп. Баяндамамның тақырыбы сыр сәлие жөніндегі Қарасақал еліміз деп аталады. Мен 268-ші мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қалжанова Ақгүл Қуанышқызы. Баяндамамның негізгі мақсаты сыр сүлелерінің ішінде орны ерекше Қарасақал елінде шығармашылығындағы сопылық поэзия дәстүрін таныту. Қазақ халқы қашаннан тума таланттарға бай болғандығы баршамызға белгілі. Сөзден түйін тарлан жүйріктер қазақтың кең сахарасын тұс-тұсынан бой көрсетіп, көзімен көргендерін болсын, білген түйгендерін болсын, қариялардан естіген барлығын қағаз бетіне түсіріп отыратын қазақ халқының тума таланттары көп екендігі баршамызға аян. Ендеше осындай тума таланттарды дүниеге әкелген бірден бір өңір сыр өңірі десек артық айтқандық болмас еді. Осы сыр өңірінің ішінде сыр сүлейлері деген атаумен белгілі бір діни ағартушылық бағытты ұстанған мектеп бар екендігі баршамызға белгілі. Осы сыр сүлейлерінің ішінде сыр сүлейлері атауымен халық жүрегінен беріп орын алған сыр сүлейлерінің ішінде Базар Оңдасұлы, Ешниясал Жөндекұлы, Жиенбай Дүзбенбекұлы, Ерімбет Көлдебекұлы, Оңғар Дырхайұлы сияқты және Күдері Шораяқтың Омары деген сияқты сыр сүлейлерінің шығармашылығының барлығы діни ағартушылық бағытта екендігін де білеміз. Ендеше Қарасақал Ерімбет Қазалы өңірінде, Қызылорда облысының Қазалы өңірінде дүниеге келген Абайдың замандасы. Қарасақал Ерімбеттің шығармаларының ішінде сопылық поэзияда кездесетін жанрлар өте көптеп кездеседі. Бұл осы Қарасақал Ерімбеттің шығармаларын қазіргі таңда Абай атындағы ұлттық университеті Алматы қаласындағы Дариға Сатимирова есімді ғалым зерттеп келсе, біздің сыр өңірінде Әбсаттар Оспановтың ұлағат сөзім ұрпаққа деп аталатын бір ғана осы Қарасақал Ерімбеттің шығармаларының шығармашылығының жиынтығымен бір ғана кітап жарық көрген. Одан басқа осы Қарасақал Ерімбеттің шығармалары талданып, немесе оның ішіндегі осы сопылық поэзияда кездесетін элементтердің Қарасақал Ерімбет шығармашылығында бар екендігін ешқандай ғалымдар қазіргі таңда қағаз бетіне шығарып айтқан жоқ. Бірақ бұл тақырып кейінгі кезеңде зерттеліп, осы қорқытататына Қызылорда мемлекеттік университетінде Бағдат Карбозұлының басшылығымен бір шама еңбектер жарық көріп келе жатыр. Және Қараша Қараман сияқты журналисті атап өтуге болады, және Нұрсұлтан Мұхтабайдың шұрын сөзінің шебері өзгеден асқан өнері деп аталатын шығармалар жинағы да бар екендігін айтып өткенді жөн көріп тұрмын. Осы сыр өңірінде неге сопылық поэзияның элементтері сыр сүлейлерінің тақырыптарының ішінде көптеп кездеседі деген сұрақ мазалауы мүмкін. Бұған жауап сыр сүлейлерінің барлығы әртүрлі медреселерден білім алғандығын баршамыз білеміз. Осы Хиуадағы медреседен білім алған Қарасақал Ерімбеттің шығармаларында сопылық поэзия дәстүрінің элементтерінің кездесуі осы медреселерде Қожа Ахмет Яссауидің даналық кітабы оқытылғандығын да білеміз. Сопылық медреседе оқып жатқан барлық оқыған білім алған шәкірттердің барлығы осы даналық кітабына жаттап, даналық кітабының кез келген жерін ұйықтап жатқанда түртіп жіберсеңіз кез келген бөлігін айтатындай дәрежеге жеткендігін білеміз. Осы өздерінің медреседен алған білімдерін өздерінің шығармашылығында қолданған осы Қарасақал Ерімбеттің шығармаларында сопылық поэзияның элементтері өте көп. Оның шығармалары, мысалы, насихаттық өлеңдерін біз 3 топқа бөліп қарастырамыз. Бірінші діни ағартушылық бағыттағы, діни танымдық бағыттағы өлеңдер болса, екіншісі Қарасақал Ерімбеттің дастандарын айтуымызға болады. Ал үшіншісі Қарасақал Ерімбеттің айтыстарын 3 топқа бөліп қарастырамыз. Айтыстарының өзі осы Қарасақал Ерімбеттің айтыстарының ішінде де көбінесе адамды жақсылыққа баулайтын, жамандықтан қашыратын, яғни дидактикалық тақырыптағы айтыстарын біз кездестіре аламыз. Насихаттық өлеңдерінде жақсылар
жақсылап бұл қиссадан ғибрат алып, әй балам саған насихат, жалғанның түбін ойлап, күтініңдер, сыйлап кел, бір-біріңді соқпай саның деген сияқты даналық ғибраттық мағынадағы, ғибраттық бағыттағы, діни ағартушылық бағыттағы осындай өлеңдерінің ішінде мысал келтіретін болсам, қалмақ жоқ бұл дүнияда ақыр өлмей деп аталатын өлеңінде Қарасақалдың ей Алла, рахметтің көп қаһарың бар, ғаріптің кеуілін аштың неше мендей, бір басын ешбір жанға теңгермеген жоқ еттің неше ерді асқан белдей, әзелде есімін пенде жазылған соң қалмақ жоқ бұл дүнияда ақыр өлмей дейді. Қазақ халқы қашанда Алланы аузынан тастамайтын, пайғамбарымыз Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың елшісі деп қарайтын, әрбір сөзін бастағанда бисмилля деп бастайтын қазақ халқына бұл өлеңдер ешқашан жат деп ойламайды. Яғни өлеңнің бір шумағын оқыған кезден ақ сіздер бұл дүнияда адам ешқашан да бұл дүниеде қалып қоймайтындығын, ана дүниеге аттанатындығын және ол дүниеге барғанда біз рухани біліммен бару керек екендігімізді Қарасақал Ерімбет осындай 4 шумақ өлеңмен ақ жеткізеді. Яғни осындағы кездесетін Аллах, пәни, дүние деген сияқты сопылық поэзияда кездесетін элементтерді Қарасақал ақын, Ерімбет ақын өзінің жаңағы поэзиясында қолданғандығы. Ал ей балам саған насихат деп аталатын өлеңінде пайда екен деп қызықпа, арты жоқ жима дүние мал, қолыңнан келер ісіңді аяма көптен алғыс ал, білімсізден жөн сұрап адасып жолда болмадал дейді ақын. Осы өлеңінде жастарды имандылыққа шақырып, бауырмалдыққа, қанағатшылыққа тәрбиелеп отыр. Исламдық дүниетаным ойлары Ерімбет ақынның кез келген өлеңінен кездестіре аласың. Оның оқудағы бала махаббетке деп аталатын өлеңінен бір шумақ келтіретін болсам, қатардан кем боларсың айтар сөзден, жоқ болма, ғылым өнер дүние мал. Ағаның насихаты саған айтқан, мехнатсыз дүние жимақ біздерге обал дейді. Бұл өлең жолдарында мехнат деген сияқты, дүние, ғылым, өнер деген сияқты сопылық поэзияда кездесетін элементтер және ешкімге бұл дүнияның опасы жоқ, сыйлап қал, бір-біріңді соқпай саның деген жолдардан ақ біз Қарасақал Ерімбет шығармашылығының ішінде сопылық поэзия дәстүрінің, сопылық поэзия элементтерінің көптеп кездесетіндігін аңғарамыз. Мен пайдаланған әдебиеттерім осы жерде жаңағы айтып өткен қазалылық Әбсаттар Оспановтың ұлағат сөзін ұрпаққа деп аталатын Қарасақал Ерімбет шығармалар жинағының басшылығымен осы баяндамамды келесі жылдардан шығып жатқан түтіндердің барлығының адам денсаулығына кері әсері туралы жеке-жеке оқушы өзінің слайдында қорытындылап топ-топ болып бөлініп айтып өтеді. Үшінші топ. Әртүрлі өздері слайд жасап, өздері сол сабақта жинақтайды. Мына жерде уже атмосфераны алады оқушы, атмосфераның автокөліктердің әсері атмосфераға. Яғни қазіргі уақытта адамдарға қарағанда машиналар көбейіп кетті, ол автокөліктер. Солардан шыққан түтіндердің қазіргі адам денсаулығына кері әсері туралы оқушы айтып өтеді. Сосын осы тапсырма бойынша оқушылар слайдтарды қорғады, содан кейін тағы да уақыт бердім да ол оқушыларға және кішкентай ғана интернетті пайдаланып 5 минут уақыт ішінде бейнероликтерді іздейді, яғни осы тапсырма бойынша. Сөйтіп оқушылар атмосфера туралы бейнероликтер көрсетеді. Әрсөптің мынау қазіргі уақытта экология, адамзатқа қауіп төндірген экология туралы слайдтарында саған өтетін топтың. Интернетті пайдаланып, кішкентай ғана бейнероликті көрсетеді. Яғни бұл бейнероликте не туралы айтып тұр? Оқушылар өздері кішкентай ғана эссе ретінде дәптерге жазады. Осы бейнероликтен не түсіндіңдер деп? Кішкентай ғана. Тез-тез жүргізіп отырсың. Енді мынау сиырдың қазіргі уақытта мынау әр жерде жүреді, неше түрлі тамақтарды жейді, мусорлардан соны жейді. Біз одан енді етін жеп, сүтін ішіп жатырмыз. Оның барлығы адам денсаулығына кері әсерін тигізіп жатыр ғой. Сол жерде дауысын шығарыңыз. Оқушы өзі іздеп тауып, мынаны оқушыларға көрсетеді. Бала өзі жасайды. Сабақта іздеп осыны жаңағы көрсеткен слайдына байланысты бейнероликті іздеп тауып, оқушылар өздеріне алады. Ең соңында қорытындылайды, әр топ өзінің несін сөйтіп айтып эссе жазады. Ең соңында осы экологиялық аймақтар ретінде енді ғылыми жоба сияқты дайындауда оқушыларды өзі алдын ала ойлап сөйтіп бейнероликтер көрсеттік.
Баямашы, Совхозжинова Баян нөмірі. Ол да беспен аяқтаймыз, осы кісі сол ғой. Ол да өйткені адам жүріп жазылды сол. Ақыры ұстаздар біз осы мәселеге бойынша жалпы жиналатырмыз ғой, енді пока мен енді қосам дегенше мен айтып кетейін, мен өзім астанада бірінші деңгейде оқып келгенмін, жақсы жаңа әдіс тәсілдерді сабақтарда пайдалану. Осы жаңа әдіс тәсілдердің бірі бұл қазір бізде енді жаймен жалпы дүние жүзін басып келе жатқан бұл lesson study тәсілі. Бұл lesson study тәсілі өзі Жапонияда бірінші ойлап шығарылған, қазір бүкіл Европа осыны оқып келіп жатыр. Енді бізді Қазақстан осы Кембридж тәсілі бойынша осы технология бастағандықтан енді осыны бізде кірісіп жатырмыз. Бірақ бұл әлі де бізге қарқынды кір деп айта алмаймын, өйткені бұл тәсіл қиын емес. Бірақ біздің мұғалімдердің уақытын алады. Неге уақытын алады? Өйткені бұл жалпы бізде қазір бағдарламаға қойылып, мектептің жаңа даму жоспарына қойылып, сол бір жылда жасалатын жоспарға жазылып, кәдімгі біз мысалға жазамыз ғой, шет тілінің апталығы, қазақ тілінің апталығы, осындай семинар болады, тәрбие жұмсамандай семинар болады деген сияқты. Сол ұқсап, осындай lesson study'ді біз сол жоспарға жазуымыз керек. Сол жоспарға жазылғаннан кейін 3 мұғалімді сол уақытта босату керек. Яғни 3 күн ба, 3 күн қатар сол мұғалім босатылады сабақтан. Үшеуі бірге осы жұмысты бірге жасайды. Сол бірге жасағанда даже 4-еу бұл жерде. Бұл тек қана 4-еумен шектелмейді, 5-6-ға да болады мұғалімдер. Бірақ ол үшін көп мұғалім жаңағыдай сабақтың несіне кестесіне немалу мүмкін да, тәжірибеде қолдану деген мен баяндаманы дайындап келдім. Енді бұның мақсаты, бұның барлығын мен айтпай қояйын, енді мақсаты lesson study мұғалім тәжірибе саласында білімді жетілдіруге бағытталған сабақтағы іс-әрекеттегі зерттеудің ерекше үлгісі болып табылатын білім алу тәсілі. Lesson study'ді жоспарлауда, өткізуде және талдауда. Осы жерде біз 3 оқушыны таңдап аламыз. Жақсы оқитын, орташа оқитын және нашар оқитын оқушыны өткізе береді. Мынау енді сол жүргізу циклі. Бірінші не істейді? Lesson study'ді 3 мұғалім бір сабақты, мысалы бір сабақты бірақ мұғалім жоспарлайтын еді ғой. Бұл жерде 3 мұғалім жоспарлайды, 3 мұғалім өзінің ойын қосады, одан кейін барып сабақты бақылайды, сабаққа сабаққа кейін оны 3-еу қосып талқылайды. 3-еу қосып талқылағаннан кейін 3 сабақты осылай репетиция өткізе береміз. Мен өзім мектебімде осы тәсілді қолдандым. Жібереме тезірін жаңағы уақыт алмай қояйын. Жоқ, 5 осыдан кейін болды, жайпес. Мінекей, мынау суретке өздеріңіз көріп тұрсыздар, біз 3 мұғалім бір сабақты жоспарлап жатырмыз. Орта мерзімді. Одан қалдыма қарап тұрсыздар ғой, енді суретте мынау мұғалім бақылап отыр, мына жақта бақылап отыр, тағы мына жақта топ бар ғой, басқа да мұғалім бақылап отыр, мына жақта мұғалім сабақ беріп отыр. Мынау енді бірақ мен өзім келіспейтін жерім, мысалы өзім, мен енді ғалым емеспін, оның тәсілін ойлап тапқан адам емеспін. Бірақ енді Японияда, басқа батыс елдерде мұғалім, мысалы бір бала отырма, жақсы оқитын мұғалім, оқушы, орташа, нашар оқитын оқушының қасында тұрады ғой, әр мұғалім, 3 мұғалім тұру керек. Олар сол баланың қасында былай бүйтіп тұрады да, сол төбесіне бүйтіп жазып отырады. Мен өз басым оған қарсымын. Мен ойлаймын, өйткені ол біріншіден балаға кедергі береді. Сосын анау мұғалімнің өзі шаршайды 45 минут тұру деп. Бірақ біз сонда да солардың тәсілін жасайықшы деп бір мұғалім тұрдық, бір мұғалім отырды, сөйтіп араласып істедік та. Енді мынау болса да жаңа сабақтардағы әдіс тәсілдер қолданып жатқан өткізе берші. Әрмен қарай мына сабақты, қазіргі сабақтарды суретке түсіру, видеоға түсіру маңызды дейміз. Неге? Әсіресе мына lesson study'ның маңызы, өйткені осы видеоға бір түсіріп алып, оны видеороликті 3 мұғалім, 4 мұғалім бірге көріп отырса, кейбір байқамай қалған нәрсені, елемеген нәрсені елеп, сол жерде біріміз немізді қосып отырамыз. Өткізе берем ағай. Мына жерде енді сіздерге қызық өткен нәрсе көп, бірақ мен білмеймін, сіздер асық осылай өткен мынау түсіндім. Мына жақта жаңағы lesson study'да балдарға берілетін кестелер, парақтар бар ерекше. Ол қазір біздің немізде жоқ, бірақ сол lesson study'ның өзінің парағы. Сол оқып келгенде алып келгенімнен бұрын да бұл баяндаманы өзім жасадым. Бұл тым тақырып. Кеше жасадым. Бізге сіздерге келді ғой тақырып. Маған да сол уақытта келді, мен кеше жасадым, бірақ практикада lesson study жүргіздім мектепте. Баяндаманы кеше жаздым. Бұл тым тақырып. Өйткені жаңа айтып тұрмын ғой, бұның жаңа жасалу жолы қиын екен, өйткені әр мұғалім табылу керек, осыған көну керек, сен үшін уақытын бөлу керек, сені жаңа кестеңе сол сай келу керек. Нәтижесі бар. Мінекей 3 баланы осыдан кейін сабақ бітеді ғой, сабақ аяқталғаннан соң 4 мұғалім жиналып, 3 баланы өзіңе алып алып, сонымен жаңағы жұмыс істеп, солардың пікірін тыңдаймыз. Олар
сабақты мақтай ма? Жоқ, осындай маған кедергі болды. Жаңа бір мұғалімнің менің көңілімде қарап тұрған маған қайсы болды. Немесе мен осындай сабақтан жақсы не әсер алдым деген сияқты. Сабақтың соңында, үш сабақтың соңында істелетін жұмыс бар. Аман қарай. Мына одан кейін тағы да жиналамыз, сол мұғалім 3 күн бойы жинала береміз. Енді кейінгі сабақтың жоспарын жасап, ендігі жылға осындай орта мерзімді жоспар жасаймыз. Рахмет. Бір мұғалім баяндап жасасын. Мен бір нәрсе мына мұғалімдердің қатысқанын пайдаланып айта бергім келеді металлист саласында. Кеше ғана желіде қауымдастықтың мына 3 айлық оқығандарында бір аймақтағы семинар өткізіп келдік. Сонда екінші деңгейі Алматыда, Астанада оқыған ағайларымыз айтып жатыр. Мына жаңа ресми стадийде біз ойлаймыз ғой, 3 деңгейдегі баланы аламыз, жақсы, орташа, төмен. Оказывается, олай да болмай-ақ, мысалы, нашар 3 баланы алуға болады екен. Бір түрлі мысалы, сол дарынды 3 баланы алуға болады екен. Иә, сондықтан осы жерінде ескеріңіздер. Сосын оқысақ та оқымасақ та енді оқымағандарыңызды қақпалатайсыздар қыздар ғой. Бәріміз де осы 3 айлық кезеңдік бағдарламасы әдісіне көшеміз. Сондықтан кез келген ортада осы туралы сабақ болғанда мүмкін болғанша үйреніп қалуға, түсініп қалуға әйтеуір бар мүмкіндік бар. Жұмыс үйренсеңіз келеді. Бірінші деңгей мұғалімдер емес пе? Бірінші деңгей мұғалімдері көшбасшы мұғалім болып саналады. Мысалы, мен сертификат алған бірінші деңгей мұғалім, мен көшбасшы мұғаліммін. Көшбасшы мұғалім сонымен қатар коуч мұғалім болып саналады. Біз сіздерге коучинг береміз. Мысалы, сіздің мектебіңізде егер бірінші деңгейлі мұғалім жоқ болса, сіз мені шақырасыз. Мен сізге қуана-қуана барамын. Осы лессон стадияда басқа да 7 модульді қуана-қуана сізге үйретемін. Бұл менің міндетім. Бірінші, жалғыз мен емес, енді мен не тұрған жоқпын. Жалпы бірінші деңгей мұғалімнің міндеті осыны тарату Қазақстан бойынша. Сосын бұл мынау деңгей көп мұғалімдер түсінбей жатыр. 2012-де басталды ма, 2015-де бітеді. Бұл 3 жылдық. 3 жыл. Сондықтан 30 адам, сіз білесіз, оқып келдіңіз бірінші деңгейді. 30% Қазақстан бойынша ма, яғни сол 30% бірінші деңгей мұғалім осы біз аймаққа қарай таратуымыз керек жаңағы, как сетевой. Не сияқты? Желілік деген адамның өзі айтып тұр. Қоғамдастық құрамыз. Сіз біздің қоғамдастыққа кіресіз. Оқымасаңыз да, сіз біздің қоғамдастыққа кіресіз, біз сізді үйретеміз. Сертификат бермейміз, айлығыңыз көбеймейді. Бірақ осы қазіргі осы модульмен біз жұмыс істеуіміз керек. Бұл заманның талабы, жоғарыдан келген өкіметтің талабы. Оқушыларының математикалық қабілетін байқауға байланысты математика ақылы гимнастикасы деген сыныптан тыс жұмыс. Енді әр 4-ші сынып, мысалы, әр мектептерде 4-5 сыныптар бар ғой, сол сыныбаралық сайыс болып өтілген қалалық деңгейде. Енді сіздердің уақыттарыңыз алмай қояйын. Жүргізуші, бүгін бізде үлкен сайыс, қалмасыншы ешкім қалыс, қай топ мықты, қай топ әлсіз болайық біз енді таныс. Қиын есеп оңай болар, бұлды егер шынықтырсаң. Сайыскерлер алға озар математиканы білсе оғар деп, осылайына жүргізушінің, екі жүргізушінің сөзі, одан кейін әділ қазылар сайланады, әділ қазы мүшесі арымсыздар, дүкенге жақ білмегенге тарымсыздар, сын жүректен шынайы баға берер, әділеттен жаралған жауымсыздар деп. Одан кейін әр сыныптың оқушыларын таныстыра, жүргізуші әр сыныпқа арналған өзінің сынып қандай соған арналған өлеңдер өзім шығарған, 4-ші А, 4-ші Ә, 4-ші Б, 4-ші В деген сияқты. Өздерінің мұғалімдерімен қоса жазылған. Одан кейін сайыстың кезеңдері таныстыру, әр сынып өзінің сыныбын таныстырады, сыныбын оқушыларын таныстырады. Одан кейін бәйге, логикалық ойлауын қалай, тез және дұрыс есепте, суреттердің сырын аш, жұмбақ есеп, жедел жауап. Енді бұның бәрі сіздерді көрсетіп жатқан слайдтары бәрі бар. Түсінсеңіздер, осы әрін қарай. Есептер, тапсырмалар бәрі берілген. Уақыттарыңыз алмай қойды. Иә, сауал алсаңыздар болады. Мектебін жазған жоқпыз, өйткені Қызылорда облысында өткізген болашақты бірге жасаймыз тақырыбындағы ғылыми практикалық семинарда ұйымдастыру кезінде атқарған белсенді қызметіңіз үшін қолдаушы ұйымдар және ұйымдастырушылар атынан алғыс білдіремін. Құрметті жаным, қас сертификаты беттен аласыз. Келесі Рахманбергенова Анар. Бүгінгі жұмысымыз өте мазмұнды және де пайдалы болды деп ойлаймын. Өйткені кез келген
ұстазға бір қағаздың өзі сертификат деген, алғысхат дегеннің өзі өте керемет бағалы зат. Серікбаева Роза. Бәріміз бір-бірімізге қол шапалақтап отырайық. Қалжанова Ақгүл. Баяндамалар ала келіп, оқып, халықтың алдында өздерінің жұмысын көрсетіп жатқандарыңыз үшін рахмет айтамыз. Әбішева Лиза. 33 жыл стажыңыз бар екен. Кереметтей баяндаманы жасадыңыз. Келесі Басқараева Шынғалхан. Келесі Кемелева Динара.